Жүректің ишемиялық ауруы. Жүрек артериялары жүрекке оттегіге бай қанды жеткілікті түрде жеткізе алмаған кезде дамитын жүрек ауруының бір түрі. Бұл бүкіл әлемде кең таралған. Дерттің қауіптілігі өлімге әкеледі. Аурудың белгілері. Жүректің ишемиялық ауруын анықтау қиын емес. Кардиолог дәрігерге бармай-ақ мына белгілер арқылы дертіңізді біле аласыз. Мәселен, физикалық жүктеме кезінде қысылсаңыз, кеуде сүйегінің арты ауырса, қол, иық, жақ, тамақ немесе арқа ауырса да, осы дерттің белгісі болуы мүмкін. Одан бөлек, мұздай тер шықса, басыңыз айналса, жүрек айныса, мойныңыз ауырса, белсенді қимылдаған кезде ентігіп қалсаңыз, ұйқыңыз бұзылса, бойыңызда әлсіздік билеп, шаршай берсеңіз, онда кардиолог дәрігерге тексеріліңіз. Негізінде әйелдерге қарағанда ерлердің кеуде тұсы жиі ауыратын болған. Аурудың пайда болу себебі. Жүректің ишемиялық ауруының үш негізгі түрі бар: обструктивті емес және коронарлық микротамырлар ауруы. Біздің қоғамда көбінесе обструктивті және де обструктивті емес түрлері кездеседі. Жүректің қан тамырларының жұмысындағы проблемалар жүректің ишемиялық ауруын тудыруы мүмкін. Мысалы, қан тамырлары жүрекке оттегіге бай қан қажет деген белгілерге жауап бермеуі мүмкін. Әдетте адам физикалық белсенділікте немесе стресс жағдайында қан тамырлары көбірек қан ағымын қамтамасыз ету үшін кеңейеді. Егер сізде коронарлық артерия ауруы болса, бұл қан тамырлардың мөлшері өзгермеуі мүмкін, немесе қан тамырлары тіпті тарылуы мүмкін. Оған қоса созылмалы қабыну, жоғарғы қан қысымы немесе қан диабеті нәтижесінде артериялардың немесе ұсақ қан тамырлардың қабырғалардың зақымдануы, қалыпты қартаю процесінің бөлігі болып табылатын молекулалық өзгерістер. Молекулалық өзгерістер жасушаларда гендер мен ақуыздардың қалай басқарылатынына әсер етеді. Жүректің обструктивті емес ишемиялық ауруы кезінде коронарлық артериялардың ішкі қабырғаларының зақымдануы, олардың кенеттен қысылуын тудыруы мүмкін. Қысылу артериялардың уақытша тарылуына және жүрекке қан ағынын бөгеуге әкеледі. Уақыт өте келе тамырларыңыздың қабырғалары майлы шөгінділермен жабылуы мүмкін. Бұл процесс атеросклероз деп аталады, ал майлы қабаттар деп атерома деп аталады. Атеросклерозға темекі шегу және де алкогольді шамадан тыс ішу сияқты өмір салты факторлары себеп болуы мүмкін. Ауруды анықтау. Жоғарыдағы белгілер сізді мазаласа, онда дәрігердің қабылдауына жазылыңыз. Егер сіздің дәрігеріңіз жүректің ишемиялық ауру қаупі бар десе, толық медициналық тексеруден өтуіңіз керек. Оған қоса отбасылық тарихыңыз бен өмір салтыңызда маңызды қан сараптамасынан бөлек қосымша сараптама жасатыңыз. Нақтырақ айтқанда, жүгіру жол сынағы, радионуклидтерді сканерлеу, компьютер, томография, МРТ, коронарлық ангиография жасалынады. Емделу жолдары. Дәрігер сараптамасының нәтижесіне қарай қажетті ем тағайындалады. Жүректің ишемиялық ауруын емдеуді салауатты өмір салтын өзгертуден бастаңыз. Одан бөлек дәрі-дәрмекпен қоса мына ем шараларды жүргізіңіз. Артық салмақтан арылыңыз. Артық салмақ қандағы холестеринді көбейтеді. Қан диабеті сияқты жүректің ишемиялық ауруын тудыратын дертті қоздырады. Ал одан арылу қан қысымының көрсеткіштеріне де жақсартады. Физикалық белсенді болыңыз. Тұрақты физикалық белсенділік жоғарғы қандағы холестерин, жоғарғы қан қысымы немесе артық салмақ пен семіздік сияқты жүректің ишемиялық ауруы үшін қауіп факторларын жоюға көмектеседі. Кез келген жаттығу бағдарламасын бастамас бұрын дәрігерден физикалық белсенділіктің қай деңгейі сізге сәйкес келетінін сұраңыз. Диета ұстаңыз. Гипертонияны тоқтатуға арналған диеталық тәсілдерді негізге ала отырып, тамақтану мәзіріңізді өзгертіңіз. Мейлінше жүрекке пайдалы тамақты тұтыныңыз. Балғын жемістерді, көкөністерді және тұтас дәнді дақылдарды жиі жеңіз. Ал қаныққан майды, тұзды, қантты және де алкогольді тұтынуды шектеңіз. Стресстен сақтаныңыз. Стрессті басқаруды, демалуды және қиындықтармен күресуді үйрену эмоционалды және де физикалық денсаулығыңызды жақсартады. Шылым шегуді тастаңыз. Никотин мен хош иістендіргіштер жүрек пен өкпеге зиян тигізуі мүмкін деген ғылыми дәлелдер бар. Ұйқыны жақсартыңыз. Жақсы әрі сапалы ұйқы денсаулығыңызды жақсартады. Ересектерге ұсынылатын ұйқы мөлшері күніне 7-ден 9 сағатқа дейін екенін ескеріңіз. Ақпарат ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.